Армысыздар ағайын. Бүгін міне экспедицияның 8-ші күні. Ең соңғы күн. Міне біздің көлігіміз қазір бұзылып қалды. Өкінішке орай Мадияр ағамыз кешелі бері жөндеуге тырысқанмен жөндей алған жоқ. Қазір біз Өскеменге жететін көлік іздеп жатырмыз. Бамперінде майысып тұр. Неден есіктің жаны Давай. Түсінбей қаласың. Аржан екен. Аға, жалпы экспедиция қалай өтті? Сол жайлы айта кетсеңіз. Енді бүгін экспедициямыздың соңғы күні. Экспедициямыз керемет жақсы өтті. Әсіресе мынау ауа райы Алла қолдап, ауа райын жақсы ауа райын берді. Керемет сондай шырайлы күн ашық күндер болды. Тағы да бір қорыққан жағдайымыз ол маса болатын, бірақ біз болған күндер бір маса болған жоқ. Күн салқындау болды. Кешке жаңа таңертең бірақ бір маса болған жоқ, сол рахат болды. Енді алдымызға қойған мақсаттарымыздың бәрін орындадық. Көздеген баратын жерлеріміздің бәріне жеттік. Ал енді келесі жылға экспедиция жайлы бір-екі ауыз сөз айта кетсеңіз. Келесі жылға өткізетін 3 регион болды. Bir жағы Сарыарқа, екінші жағы Қызылорда регионы, үшінші Түркістан. Сол ашық дауыспен, дауыс берумен, көпшіліктің сайлауымен Түркістан облысы болатын болды. Сол келесі жылғы экспедиция Түркістан облысы. Көлік таптым. Жомарт деген азаматпен бірге баратын болдық Өскеменге дейін. Әзірге экспедицияның басқа мүшелерімен қоштасып жатырмыз. Біреулер осы жерден тікелей үйлеріне қарай тартады. Түнде бірнеше топ шығып кеткен, таңертең бірнеше топ шықты. Енді соңғы топ қалды қазір. Түркістан облысы келесі жылы. Құдай қаласа сәтін салып, міне бірнеше жылдық экспедициялардың арқасында ақыр соңы Түркістан өзінің киелілігін, өзінің құдіреттілігін, қасиеттілігін дәлелдеді. Кеше түнде бір тарихи сәт болды. Мен мына жақтан тосаптармен қыздар қауымын баптап, дайындап, мына жағымнан өзімнің басшым Роман Бейдалұлы жолдастарым баптап, дайындап, сөйтіп түнде дауыс беру арқылы біз 99,9% дауыспен Түркістан облысының келер жылы Намад Эксплор экспедициясының құрамында Тұран ТВ телеарнасының басқаруымен Түркістан облысына үлкен сапар дайындайтын болдық. Бұл үлкен жетістік, жеңіс. Осы үшін біз қаншама тер төктік, Ұлытауды астық, Монғолияны астық, Үстіртті астық, сөйтіп келіп, міне Алтай қазынасы экспедициясы барысында осындай тамаша табиғатта барлық экспедициялардың ұштасқан, топтасқан жері Түркістан өңіріне қарай жол тартатын болдық. Бізден бірге болсаңыздар, сол кезде кереметтер, тамаша қазылар, тағамдар, небір аспазшылар, небір табиғат, тарих, орман, дала, жазық, қазақтың барлық дүниесін көретін боласыздар. Бізден бірге болыңыздар. Біз қазір Көкжарлы Қаратай деген батырдың ескерткісінің жанында тұрмыз. Туған жылы белгісіз, қайтыс болған жылы 1771 дейді. Қатон Қарағайдың маңындамыз. Қазір көліктер ақырындап түсіп жатыр. Осы жерден Өскеменге қарай жолға шығамыз. Ал, мен Өскеменге дейді. Давай, жақсы, сау болыңыз. Дидар ағам, Шымкентке қарай кетіп. Сау болыңыз. Экспедицияның ең мұңды сәті экспедиция мүшелерімен қоштасу. Бір жыл жолғамыз ба, жолықпаймыз ба белгісіз. Бұйырса келесі жыл Түркістанда жолығамыз деген үміттеміз бәрімен. Бұқтырма су қоймасына тоқтадық. Ана жақтан жаңбыр келе жатқан сияқты. Қазір осы арада кішкене болып түскі асымызды ішіп, сосын қайтып Өскеменге қарай шығамыз. Судың жағасында мынандай автобус бар екен. Сыртынан жауып кетіпті. Мына жерде от жаққан көрінеді. Жел басталды. Бұлт төніп келеді бері қарай.
ағайын, біз Өскемен қаласына жеттік. Осымен біздің экспедициямыз бітті. Nomad Explorer мүшелері жан-жаққа тарап жатыр. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі экспедицияда кездескенше.